Ақ жол партиясы болсын, ақ жол тілейміз сізге. Қай кезде де. Өбекеңді мен бірінші рет көрдім, 100-100. Бірақ біз ана фейсбук арқылы біліп отырамыз. Қазақтың мұңын, жырын, қазақтың осындай қажет нәрселерін, мысалы, кез келген неде бар. Бір елді құртқың келсе дейді, оның бар білімін көп дейді. Одан кейін бітті. Қалған қанша бай ел болса да, басқа ел болса да ол құриды. Ал Өбекеңнің көтеріп жүрген мәселесі осы білім жолындағы үлкен мәселелерді көтеріп жүр. Ол жолда ауылдың әкімінен Ақордадағы министрге шейін барып, айтатынын айтып, өткізіп жүр. Біздің ойымызша, мынау сайлау әділ болса, Өмір Шыныбекұлы сияқты менің құрдастарым парламентте отыру керек. Ақ жол тілейміз сізге де. Қадекең сөзін жалғастырайын. Мен Қадекеңмен таныстым. Мен фамилиям орысша тұрып 2013 жылы қазақшаға ауыстырамын деп 1 жыл сандалған кезде мен бір постымды Қадекең оқып қапты да, сонымен үлкен мынандай қазақ болу үшін азап көру керек пе деп Қазақ үні газетіне мақала беріп, сол артынан сөйтіп мен қазір алдарыңызда Шыныбеков емес Шыныбекұлы болып тұрмын. Өзім ешқандай саяси партияда мүше емеспін. 2011 жылы өзім Нұр Отаннан шығып кеткен, денсаулығым жарамайды деп тақсыр. Бірақ білесіздер, қазір біздің әлемдегі ең дамыған партиялар мемлекет Америка құрама штаттары екі партия республикалық демократ бір-бірімен бәсекелес. Англия білесіздер, консерватор мен либералдар. Сондықтан бір партияның мемлекеттік билікті басып алуына монополиясына жол бермеу керек. Сол партиялық тізімде мен бағдарламалармен таныстым партиялардың. Осыны Әлекеңмен бері өткен жылдан бері Шымкент халық қоғамдық кеңесінде бірге отырмыз. Өні өктем шығатын әкімдікке қарсы осы Әлекең отырғаннан кейін бұл кісі ақ жолда неге жүр деп қарап бағдарламасымен таныстым. Осы сонша партиялар ішіндегі бағдарламасы жалпы көңіліне шыққаны сол болды. Сондықтан сіздерді партиялық тізімде ақ жол партиясына дауыс беруге шақырамын. Себебі мен білемін, Қадекең қарап отырмайды деп олар. Алақан салып. Ал енді өзім таныстырсам, мен мектептің мұғалімімін. Осы жерде 41 мектеп лицей деген бар. Сол мектепте тарих пәнінен сабақ беремін. Енді қазір егер мұғалімдердің жалақысы профессорлардан көп болатын болса, онда мен үлесім бар. Егер мұғалімдер педагог мәртебесі заң қабылданып, көше сыпырудан, баспасөзге мәжбүрлеп жазудан құтылса, онда мен үлесім бар. Қандай үлесім деп айтайын, 2015 жылы республиканың мұғалімдері бірігіп, 2016 жылы ағартушы деген қозғалыс құрғанбыз. Сәрінжіппен соғыстық, Сағадиппен соғыстық, Сағадип Тәжибаға тапсырма беріп, ана бәленің үнін өшірдік. Суханбердиева деген жіберген 65 мектепте Сағадиптің реформасына қарсы шыққан мұғалімдер, өзгеріс келмейтін мұғалімдер, ондай бәлелерден құтылыңдар деп Жанат Арысбек қызы екеуміз бір жерге барғанбыз. Егер Сағадип мен сөзімнен жала бірдеме тапса, сотқа берсін деп. Соның арқасында 2010 ішіндегі адам секілді министріміз Асхат Қанатұлы маусым айында тағайындалды, 12-леріне 26-сына шақырған. Аймағамбет жылына 3 мәрте 4 мәрте шақырып тұратын өз календарда проблеманың бәрін естті, бірақ педагог мәртебесі туралы заңды 2019-да 27 желтоқсанда қабылдаттық. Дегенмен көптеген ұсыныстарымыз енбей қалды оған, көптеген. Бірақ жаңағы баптың өзі, жаңа екеуінің өзі үлкен шаруа етіп, сіз білесіздер, газеттер мектептің бұрышына жазатын еді, жатты. Одан кейін мен Төлеби ауданында тұрам, таулы жер, жаздың күні мұғалімдер демалыста бір дөкей өтетін болса, алар отбасыдан шақырып алып, бақылашқа жинатады. Бұл деген масқара ғой, масқара ғой. Ондай төзуге болмайды. Ұстазды құл қылу ғой. Иә, құл қылу. Енді жаңағы заң қабылданғаннан кейін 15 күннен кейін Аймағамбетов шақырды. Сол кезде төрде Аймағамбетов отыр, қасында қайырынып отыр орынбасар. Сол кезде айттым, мына заңға қосымша падақтама ретінде мынау сайлауда дауыс ұрлаған педагогқа жаза қолданып туралы бап енгізіңіздер дедім. Себебі бір мұғалім дауыс ұрлап желіге шығып кетсе, оған сіздің жазығыңыз жоқ, сіз кінәлісіз дедім.
Ал шолпан таң алдында ол сайлауға барды ма бармады ма белгісіз. Ол кінәлі, айдалада жүрген мен кінәлі, бәрімізге кек жағады деймін. Бірақ ол түртіп алды да, бірақ жоғарыға өтсемай қойды ғой деймін. Сондықтан мен әріптестерім шақыратын ең бірінші мына сайлау бізге қандай мүмкіндік беріп отыр? Біздің мұғалім деген атымызды тазартып алуға мүмкіндік беріп отыр. Әйтпесе көріп жатсыздар, мына мұғалімдер елдің болашағын ұрлап деп желіде жазып жатқан. Ұрлап жатқан көріп жатыр, арамызда бар бір құмалақ, бір қарымай шірітіп жатыр. Сондықтан бірінші таза істейді. Ұрлыққа жол бермейді. Әріптестер, педагог деген атымызға сай болайық. Ұры деген ол құл, нәпсінің құлы, бастығының құлы, тағы біреудің құлы. Құл кімді тәрбиелейді, құлды тәрбиелейді. Неде ата-аналар отырған болса, әрқайсың өз мектептеріңізге әзір болыңыздар. Мен өзім ауылымда Төле би ауданы 30 деген ауылда 1930 жылы ашылған бастауыш мектеп 2021 жылы 6 ай соғысып жүріп 9 жыл мектепке айландырдым. Сөйтіп деп қойған бірінші талабым болды. Әділ бәсекелес тек қана білімді мұғалім сабақ берсін деп. Әйтпесе ауылда да білесіздер, әулет ата бөлініп жаңағы еден жуатын келіндерге диплом, қосқыл диплом әперіп қойған. Папуас оқытама, зәңгі оқытама, балдарымды білімді мұғалім оқысын деп талап қойды. Соның арқасында ауылымыз Құдайға шүкір, алғаш кезде түсінбегендер болды. Қазір түзеліп келді. Құдай ниетке береді деген рас екен. Біздің ауылымыздың жаңағы ниеті өзгере бастап еді. Артынан бір кәсіпкер еш тап берді. Интернет келіп қалды. Кейін мен шапан жабуға шақырған екен, айына шапандарын қайтем ауылға танайықшы. Жаздың күні аптасына жарты шелек су құйсаң, өліп кетеді. Мемлекетке қарап отыра бермей қашан суғарады деп. Айналасы бір жылдың ішінде ауылымыздың бет бейнесі қатты өзгерді. Құдай пейіліңе береді деген сөз, енді біздің кеңес заманында өстік діншілдігіміз шамалы ғой. Бірақ Құдай ниетіңе береді деген рас екен. Сондықтан қадірлі құрметті әріптестер, ең алдымен біз ниетімізді түзелейік. Ешкімге құл болып жаңағы дауыс ұрламайық. Ал екінші, мен осы ашық белсенділікке қашан түстім. Бұрын тек қана айналамдағы мектебімдегі бассыздықтармен алысып жүремін. 2012 жылы тұңғыш немерем дүниеге келгенде ойландым. Ары қарай не болады, мен немеремді кім оқытады? Құлдар оқытаман. Жоқ, бұған мен төзбеуім керек деп, сол кезде ашық күрескен. Мен күресіп жүрсем, бүкіл Қазақстан деп ойлап қалмаңыздар, пафос жек көремін. Өзім немерем үшін күресіп жүрмін. Немерем өсетін орта үшін күресіп жүрмін. Немерем өсетін аудан, немерем өсетін қала, немерем өсетін Қазақстан үшін күресіп жүрмін. Әрқайсымыз өз немерлеріміз болашақ үшін күресіңіздер. Таза Қазақстан істейік. Мен аралас мектепте, 20 жылдан бері аралас мектепте. Қазақ балалар өте қабілетті. Оған мен 200% кепілдік беремін. Бірақ қабілет деген 200 қанша секілді екен. Жақсыны да қабылдайды, жаманды да қабылдайды. Егер біз балдарымызды қолымыздан шығармасақ, біздің көзімізге көкшім немелетеді. Себебі қабілетті олар, жаманды да қабылдайды. Сондықтан балдарымыз қазір болайық. Балалар қазір болу үшін балабақша мектеп қазір болайық. Нағыз білімді, әділ, таза мұғалімдер оқысын. Мектептің функциясы тек қана білім беру емес, тәрбиесіз білім, адамзаттың қашауы деген Сократтан болса әлбірек бәрі айтып кеткен. Сондықтан мектебіміз түсейік. Мен айтатын сол, мен осы 7-ші сайлау округынан мәжіліс депутаттығына түсіп жатырмын. Мен кәміл сенем, егер сайлау әділ болса, мен өтетіме кәміл сенем. Ал енді партиялық қызметті айтылып айтамын, міндетті түрде бәсекелес болу керек. Аманаттың қолдаушылар жетеді. Сіздер ақ жолға беріңіздер. Мен көріп осылар қандай бағдарламаларын. Ал енді әріптестерім маған беретін деп үміттенемін. Рахмет.